қиын болып кетті ғой. Мен Эриксон деген халықаралық коучинг мектебінде оқығам. Сол жерде бір кезекті бір аттестациядан өту үшін мүлде бейтаныс адамдармен коуч сессия өткізу деген задача бар да сол жерде. Сөйтіп мен бүгін сторисіме шығарғам, мен коуч сессияма жазылыңыздар деп. Осы біздің қоғамда осы жігіттер ізденбейді деген бір сөз бар ғой, әсіресе әйелдер тарапынан да. Енді ол мүлдем жоқ қой деп оны да жоққа шығаруға болмайтын шығар, бірақ сол бүгінгі сторисімнен ақ оның бір 100% шындық дегеніне де келіспейтін болдым да. Өйткені не айтайын деп едіңіз, ол коуч сессия қандай инструменттер игеремін деп маған жазған алматылық жігіттерде жеткілікті болды. Сондықтан ауызды қуы шөппен сүртті деген сияқты жігіттер дым ізденбей жатыр, өспей жатыр, тоқырап қалды дегенде кішкене миф деп есептейтін болдым өзім. Жігіттер де ізденіп жатыр, мүмкін әйелі оны білмейтін шығар, немесе оны достары білмейтін шығар. Жаңа нәрсені білмекке, үйренуге, жаңа бір навыктарын жетілдіруге деген жігіттер жеткілікті екен. Маған жазып жатқан жігіттердің дайректіме, соған менің көзім жақсы жетті.